9 сабақ. Балалар, сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаймыз. Және де мен сендерге түсінікті болу үшін ауызша тапсырмалардың жауаптарын айтып кетемін. Сендер видеоны тоқтатып тұрып, сол тапсырмалардың жауаптарын дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. 34-ші тапсырма. Пайымдау мәтінінің бөліктерін тап. Дәлелденетін пікір дәлелдеу және қорытынды пікір. Әр бөліктің арасында байланыстырып тұрған көмекші сөздерді ата. Құмырсқаның қыста қарны ашпайды, өйткені ол жазда таңертеңнен кешке дейін тапқан азығын илеуіне тасып алады. Сондықтан оны еңбекқор жәндік дейді. Бұл мәтін пайымдау мәтініне жатады және де құмырсқа туралы айтылған, құмырсқаның қысқы тамағы туралы айтылған. Мәтінге қорытынды пікір айтатын болсақ, құмырсқа өз тамағын жаз бойы жинап, қыс күні сол тамақпен рахаттанып жатады. 35-ші тапсырма. Мәтінді оқы. Бал арасы табиғатта өздігінен тіршілік етеді. Гүл шырынын сорып бал жинайды. Адамдар бал арасын балы үшін қолда асырайды. Бал арасын еңбекқор жәндік деп атайды. Өйткені олар өте кішкентай екеніне қарамастан үлкен жұмыстар атқарады. Мәтін не туралы? Мәтін бал арасы туралы. Оған ат қой. Бал арасы. Бал арасын неліктен еңбекқор жәндік деп атайды? Өйткені бал арасы өте көп бал жинайды. Сол себепті оны еңбекқор жәндік деп атайды. Мәтіннің пайымдау бөлігін көшіріп жаз. Мәтіннің пайымдау бөлігіне бал арасы табиғатта өздігінен тіршілік етеді. Гүл шырынын сорып бал жинайды. 36-ші тапсырма. Пайымдау мәтінінің бөліктерін дәлелдеу пікірі қорытынды тауып сызбамен көрсет. Адам үстіме мінсе, мен алысын жақын етемін. Адамдар күшімді көреді, сүтімді ішеді. Олар қылымнан арқан еседі. Сондықтан жыл ағасы мен боламын. Бұл жерде бұл қай кейіпкер? Бұл түйе. Өйткені түйе алыс жолға шаршамай жете алатын жануарлардың бірі болып келеді. 37-ші тапсырма. Пайымдау мәтінінің бөліктерін тиісті сөздерді қою арқылы байланыстыр. Қоянның көздері шарасынан шығып, бадырайып тұрады. Қоян қарсы алдындағы ғана емес, екі қапталындағыны, сондай-ақ арт жағындағысын да бір мезгілде көре алады. Қоян өте сезгіш жануар болып келеді, және де қоян өте қорқақ, өте сақ, өзіне өзі сақ жануарлардың біреуі. Қоян үнемі айналасындағы заттардан өзін аулақ ұстап, өзін қорғап жүретін жануарлар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды, балалар. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаймыз. Және де түсінбеген тапсырмаларың болса, комментарияға жазып сұрай берсеңдер болады. Мен барлығының жауабын келесі видеоға шығаратын боламын.